Сәлем баршаңызға, есімім Гүлнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда біз осындай әдемі, өте ыңғайлы, жылы следикті тоқуды үйренетін боламыз. Бұл следиктің тоқылу жолы өте оңай. Оны сабақ барысында көресіздер. Және де бұл крючокпен тоқылады. Менде 4,5 мм крючок. Бұдан бөлек бізге қажет болады қайшы жібімізді кескенге, одан кейін линейка, не болмаса сантиметрлі сантиметровый лента алсаңыздар да болады, және мынандай үлкен көзді ине керек болады. Инемнің басын сындырып алдым байқамай. Одан кейін жіп, ең бастысы. Мен следик, не болмаса нәски тоқығанға дәл осы жіпті ұсынар едім. Себебі бұл өте қалың бір жағынан, екінші жағынан жаңағы ыңғайлы тоқығанға. Мінекей, бұл жіп кавказский пряжа деп аталады. Арзан тұрады. Жіп сататын дүкендердің сөрелерінен табасыздар. Олай болса, бастаймыз. Тоқымас бұрын тағы бір нәрсені айтып кетейін. Әркімнің жібі әртүрлі болуы мүмкін. Менде бұл кавказский пряжа деп атадым, бұл қалың жіп, және де қатты. Біреулеріңіз оны жаңағы турецкий алуларыңыз мүмкін, ол жұмсақ, бірақ жіңішкесін алуларыңыз мүмкін. Сондықтан да размерлеріңіз тура менікімен бірдей болмауы мүмкін. Менің мынау тоқыған следигім бұл 38 размерге тоқылған. Мінекей байқасаңыздар, менің манекеніме сәл үлкен болып тұр. Ал сіздерде ол басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да өздеріңіздің тоқитын размерлеріңізге қарай жіп санын алатын боласыздар, яғни набор. Ең алдымен біз осылайнан жібімізден шеңбер жасап аламыз. Шеңбердің ортасынан крючогымызды шығарып, бір воздушный петляға көтереміз. Ары қарай тағы да 1, 2, демек барлығы бізде 3 воздушный петля болды. Бұл бізде бірінші столбик болып есептеледі. Біздің следигіміздің узоры полустолбикпен тоқылатын болады. Сондықтан да біз крючогымызға бір накид ілемізді, шеңберіміздің ортасынан крючогымызды шығарып, тағы бір жібімізді іліп шығарамыз. Сонда біздің крючогымызда 3 жұмыс жібі болды. Енді крючогымызға жұмыс жібімізді іліп, барлығын бірдей бір петля жасаймыз. Мінекей, сонда бізде полустолбик дайын. Мынау бір полустолбик болып есептеледі, мынау екінші. Бізге дәл осылай енді 8 тал жасауымыз керек. Біз барлығы 10. Яғни 10 полустолбиктан тұрады. 3 накид ілеміз, ортасынан шығарамыз да, барлығын бірге шығарамыз. 4, 10 тал болды мінекей. Енді мына жерде бізде тұрған, басынан бір санап жіберейін. 1 біздегі алғашқы воздушный петлямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тал болды. Енді мынау қысқа жібімізді ақырын тартамыз. Қатты күшпен тартып, кейбір жіптер үзіліп кетуі мүмкін. Мүмкіндігінше ақырын тартамыз. Ақырынырақ. Набор алып болдық. Енді мынау бізде воздушный петля тұр ғой, осының мына жерінен крючогымызды шығарып, жұмыс жібін іліп шығарамыз да, соединительный петля жасаймыз. Ары қарай 1, 2 воздушный петляға көтереміз. Енді мынау бізде қысқа жіп. Осы қысқа жіпті арасына бірге қосып тоқып кетеміз, соңынан жасырып жүрмес үшін. Ары қарай екінші рядты тоқимыз. Ол үшін жаңағындай полустолбикпен тоқимыз. Крючогымызға накид ілеміз да, дәл мынау жаңағы біз соединительный петля жасаған жеріміз бар ғой, сол жерден бір рет полустолбик тоқимыз. Міне,
бізде енді бір түбірден 2 петля шықты деп есептейміз. Ары қарай келесі менде міне осы жерден де дәл солай бір полустолбик, 2 полустолбик тоқимыз. Екі полустолбик тоқыдық. Дәл осылай әрбір петлядан 2 петлядан жасап шығамыз. Міне мысалға алдын қарайтта мынадан біреу тұр ма, осы жерден 2 жасаймыз. Одан кейінгі тағы біреу тұр ма, тағы да 2. Солай бірді 2-ге көбейтіп шығамыз қатардың соңына дейін. Қатарымның соңына келдім. Жаңағындай басымен аяғын қосамыз жұмысымыздың. Соединительный петлямен. Ары қарай тағы да 1-2 воздушный петляға көтереміз да, жаңағындай дәл түбінен тағы бір петля с накидом осы жерден шығардық. Енді келесі ары қарай келесі петля менде мынау. Бұл жерден бір ғана полустолбик тоқитын боламыз. Ойбай. Міне. Келесі петлядан 2 полустолбик тоқитын боламыз. Яғни біз шеңбер деп домалақты қайтып тоқимыз. Дәл солай осы жерде сол әдісті қолданамыз. Мінекей, біреу тоқыдық, келесі 2. Одан кейінгіден біреу тоқимыз. Міне, одан кейінгіден 2. Дәл осылайынан қайталап қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатардың басын біз бір түбірден 2 полустолбикпен бастағандықтан қатардың соңын 1 полустолбикпен аяқтаймыз. Міне, енді жұмысымыздың басы мен аяғын қосамыз. Бізде осындай домалақ пайда болды. Дәл мен тоқитын размерге осы жетеді, және де осы жіппен осыншалық. Бұл жерде мен диаметрін айтатын болсам 6,5 сантиметрлік диаметр екен. Енді ары қарай тағы да 2 воздушный петляға көтереміз. Крючогымызға накид ілеміз да, мына жерден бір петля, полупетля тоқимыз. Енді осы жерден бастап, біз мына жерге дейін әр петляға бір полу столбиктан тоқып шығатын боламыз. Сонда бізде дөңгеленіп осындай форма пайда болады. Және де мынандай сызық пайда болуы мүмкін. Бірақ оған қорқудың қажет жоқ, себебі ол табан жағына қарай кетіп қалады. Ары қарай тоқимыз. Әрбір петлядан бір полустолбик. Бағанағындай бір петлядан 2 деген жоқ. Соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін тоқыдым. Мінекей, менде осылай аяқталды. Енді жұмысымның басы мен аяғын қосамын да, соединительный петля жасап, 2 воздушный петляға көтеремін. Мен бір қатарды уже тоқыдым, ешқандай прибавкасыз. Енді ары қарай қараңыздар. Мына жерден қараймыз. Бізде соңғы прибавка мына қатарда болыпты. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Яғни 16 қатар тоқуым керекпін. 16 қатардың мен біреусін тоқыдым, демек мен 15 қатар тоқуым керекпін. Дәл осылайынан. 16 қатарды жаңағы тоқып біткеннен кейін кездесеміз. Мен өзіме қажетті жерге дейін тоқып болдым. Соңғы петляны тоқимын. Енді жұмысымыздың басы мен аяғын осы жерден қосамыз тағы да. Енді бір воздушный петляға көтереміз.
мынаны қатты ұзын емес, сәл ғана тартып тұрып кесіп тастаймыз. Тартамыз. Міне бізде осындай бір бөлігі дайын болды. Енді біз мынау өкшесін тоқитын боламыз. Өкшесін тоқу үшін бізге ең алдымен мен өкшесіне 10 петля, мына жақтан 10, мына жақтан 10, яғни 20 петля бөлдім. Ол үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осы жерден көчөгімді кіргіземін. Бір петляға, воздушный петляға көтеремін. 1, 2 воздушный петляға көтеремін да, ары қарай уже тоқып кетемін. Мінекей, мынау бірінші бізде бірінші столбик кетті. Ары қарай тағы да полустолбикпен тоқитын боламыз. Мына жердегі қысқа жібімізді арасына бірге қосып тоқып кетеміз. Біріншісі кетті, келесі петляға 2, одан кейінгі 3, дәл осылай 20 петля тоқып шығамыз. 4, яғни мынау бізде жаңағы жұмысымыздың аяқталған жерінен бұлай қарай 10, бұлай қарай 10, демек 20 петля. 10 тоқыдым. Енді мына жердегі біздегі жаңағы осылай кесіп тастаған жібімізді арасына қосып бірге тоқып кетеміз. Жасырып кетеміз. Соңынан жасырып бізге жұмыс жасап жүрмес үшін. Яғни артық жұмыс. Ары қарай тағы да 10 тоқимыз. Сонда вообще қосқан кезде 20. Тоқып біттім. Енді тағы да 1, 2 воздушный петляға көтереміз да жұмысымызды айналдырып артқа қарай тоқимыз. Енді мұны тура түбінен аламыз. 1, 2, то есть мынау бізде біреу болып есептеледі дедім, сонымен 2. Сонда мына жаққа дейін бізде 20 петля шығу керек. Осылайынан айналдырып мына жерге дейін тоқимыз да. Дәл осы 2 қатарды айналдырып тоқып, бізде сонда мынандай 7 қатар тоқылу керек. Ол менің жағдайымда. Ал сіздердің жағдайларыңызда ол басқа болуы мүмкін. Менде сонда мына жерден мына жерге дейін 7 қатар тоқылады. Мінекей мен өкшесін тоқып алдым. Осыншалықты болды. Енді мынау менде оң жағы, осыны теріс жағына қарай аударамын. Бұлай аударамыз да. Мына жердегі қазір мынау менде жасырынған жіптер, яғни арасына қосып тоқып кеткен жіптерім. Бұларды оп-оңай алып тастауға болады, кесе беруге болады, ешқандай қорықпай. Ал егер жасырмаған болсаңыздар, міндетті түрде жасырыңыздар. Жасырып барып, біраз ұзындықты алып, сосын барып кесеміз, әйтпесе сөгетіліп кетеді. Енді мына жерде мен мынау жібімді ұзын қылып әдейі осылайынан кесіп алдым. Барынша ұзынырақ қылып кесіп алыңыздар, себебі біз осы жерде қазір тоқып болғаннан кейін, мына жерде тігіп болғаннан кейін мына жақты тоқитын боламыз. Мінекей мен осылайынан тоқып, ешқандай да воздушный петляға көтерген жоқпын. Осылайынан қалды. Осы аяқтаған жерімнен мен мынаның ортасынан тебенді шығарамын да. Тартамын. Тартқаннан кейін енді мына жақта тұрған ең бірінші петлядан өткіземін. Осылайынан өткіземін. Дәл осылай ары қарай тіге беремін. Мына жердегі мына петлядан әрбір мынандай өрім болып тұр ғой, осылардан өткіземін. Аяқтағы 2 қабырғасынан, аяқтағы 2 қабырғасынан алып, екеуін біріктіріп осылай тігіп аламын. Сосын мына жақтан тағы да солай. Дәл осылай қатардың соңына дейін тігіп шығамыз.
мына жерге дейін тігіп шығатын боламыз. Мына жерде түсірмекпін. Жаңа мен мына жаққа дейін тігіп алдым ғой. Тігіп алғаннан кейін мықтылап тартып, сосын мінекей қатты тартпаймыз енді. Мына тігісім түскен жер, и мына жермен тура сол тіккенің жанындағы петлялардан былай қарай мына жіпті жасырып шығамыз. Осылай қарай жоғары қарай алып шығамыз. Алып шыққаннан кейін міне мына жерден мен былайынан мынаны шығарып аламын. Осылайынан шығарып аламын да. Енді болды, мына тербен маған қажеті жоқ. Бұны алып тастаймын. Дәл осы жерден артық деген жіптерімді кесіп тастаймын ішкі жағынан. Мынаның бәрі менде жаңа тігілген болатын. Ештеңке қалмады, бәрін алып тастадым. Мына жер тігіп алдым. Енді мынаны қайтадан оң жағына қарай аударамыз. Оң жағына қарай аударып, мына жерде бізде тағы бір үстіп, осыны тақиып алып тастаймыз. Аудардым оң жағына қарай. Осы жерден міне тура мына жібімнің шығып тұрған жерінен крючогымды кіргіземін да, бір былайынан петля шығарамын. Жұмыс жібін шығарып, бір воздушный петляға көтеремін. Бұл менің қатарымның басы. Енді дәл осының қасынан мына жерден тағы да бір жаңағы петля без накидом тоқимын. Ары қарай мына жерден аламын. Сосын мына жерден аламын. Сосын мына жерден аламын. Сосын барып мына жерден дәл осылайынан айналдырып тоқып шығамын. Менің қатарымның басталған жеріміне. Бұл жерге сіздер жаңағы басын басталған кездеріңізде маркер іліп қойсаңыз да болады. Или былайдың өзінен де көрінеді. Осы басталған жерінен көтерген воздушный петлямыздан крючогымызды шығарып, жұмыс жібін іліп шығарамыз да, мына басымен мына басына соединительный петля жасаймыз. Тағы рет көрсетейін. Мына жермен мына жерден қосып шығарамыз да, соединительный петля жасаймыз. Сосын бір воздушный петляға көтеріп, жасыра алатындай қылып, кесіп алып тастаймыз. Алып тастаймыз да, мына жіпті ішіне қарай жасырып тастаймыз. Сонда біздің следигіміз дайын болады. Өте оңай, тез тоқылады. Көп уақытты қажет етпейді. Бір жағынан әдемі болып шығады. Сондықтан да сіздер де тоқып үйреніңіздер.